Hey, сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан Қалам. Бүгін біз достар Ирина Кайраттың жаңадан шыққан клипіне реакция түсіретін боламыз. MVP осы клип дейтін бана 2 сағат бұрын шыққан болатын. Давайте достар реакция түсірейік, маған шынымен де қызықты. Осыған дейін достар біз Ирина Кайраттың клипіне мүлдем бір рет реакция түсірген жоқпыз. Бұл менің бірінші реакциям Ирина Кайраттына. Бірақ достар, мен Ирина Кайраттовна группасымен таныспын. Мен баяғыдан бері таныспын. Шын айтсам, баяғыда Ирина Кайраттовна шоуы болды, білесіздер ме? YouTube'да сол кезден бері білемін мен бұл группаны 2017-2018 жылдан бері Instagramдарына барлығына жазылғанмын. Барлық бұл группаның хиттерін білемін. 5000, Вуканг, Арива, тағы қандай клиптер болды. Джей, Биги, не болды, бәрін таста кеттік. В общем, барлық клиптерді көрдім. Сонымен қатар бүкіл шоуларын да көріп тастадым, выпусктардың. Соңғы выпускта да көрдім, 13-ші выпускты. В общем, шағын былай фанат деме қойың өзінде, бірақ былай қарап отырамын арасында, өйткені шынымен де жігіттер өте сапалы контент жасайды. Ал жақсы достар, онда көп сөйлемей реакциямызға кеттік. Сразу айтып қойын достар, егер де мен бұл клиптен бірдеңе түсінбей жатсам, комментарий жазып түсіндіріп кете аласыздар. Өйткені бірінші рет қарайын деп жатырмын, сол себепті кейбір заттарды түсінбей қалу мүмкінмін. Ал Ирина Кайраттыны білесіздер ғой достар, ұнатады неше түрлі мағына қосқан өз клиптеріне, яғни Кука режиссер өте керемет түсіреді, барлығын керемет идеялар ойластырады. В общем, маған шынымен де ұнайды клиптер. Давайте көрейік. Так, музыкасы маған что-то таныс. Бұл музыка дейтін Токио Дрифттағы музыка сияқты ғой, да? Егер де мен қателеспесем. Эй, привет! Ты собираешься смотреть клип Ирины Кайраттовны? Знай, что все персонажи вымышлены, и любое совпадение с реальными личностями случайны. Мұндай дисклеймерді не үшін қойған білетін сияқты мен, өйткені бұл клип дейтін анонста мен көрген бойынша бұл клип дейтін андай политический сияқты кішкене неше түрлі проблемаларды қозғайтын сияқты бұл клипте. Сол себепті үкімет ішіне демеу үшін осындай барлығы вымышленный, ойластырылған, шығармашылық түрде жасалды деп айтып жатыр видеоның басында сразу. И шын айтсам дұрыс, солай айтқан дұрыс. Көрейік ал. Ё-моё. Ты мешаешь градус, я мешаю стили. Токио. Ирина Кайраттовна? Да, там главная роль, правда, второго плана. Так кинома не укытты, ну. Слушаешь? Ирина Кайраттовна да осындай бір сценалар қосқан. Знаю, но я не любитель. Ну, короче, неважно, сними Клиптерінде осындай. Там режиссер твои старые видосы откопал, зацепился, никого больше видеть не хочет, только тебя. Парик нацепим, что скажешь? Сколько платите? Алматыда. Короче, түсінгеніміз бойынша бір какой-то жігітке звондайды, бірден айтады, сколько платить дейді. В общем, пока дым түсініп отқан жоқпын, көреміз ал. Тау, Алматы. Марка. Қазақша оюлар, таулар. Смонг понем, ну. В общем, ты ведешь на джабстеп, игре не вижу соперников, я MVP, играю грязно как Родман, на ногах мои Джорданы, хожу по воздуху свободно, ведь я уверен в свой бэккорд. Заводтар, я. Экономика туралы алмас, да? Экономика ластануы туралы. То экономика по экология. Поздаю своим братьям, только все легко, giving go. В лучшей форме на занятом, еще пидонер, но уже потом, так кто поедет за грузом. Сіздерін қара, қап-қара, көрдіңіздер ме? Осы анонстағы момент, кадр. Чиновник, Алди кажется, қыздар какой-то. В общем, көрейік ал. Илюха. Просто кину MVP, мы нетерпимы к ним. Шөлдала, желігі кездері ма? Қай кездері, ну? Қай заман, ну? Қай ғасыр? Остановить нет силы. Осилишь? Қазап. Я сам себе дизайн, пусть знает. Пусть не базарь, пусть не влезай. Пусть MVP отстань, it's me, мой муж. MVP дейді, егер де мен қателеспесем,
типа баскетболисттарда ең күшті баскетбол ойнайтын адамды MVP дейді. Это банзай, аллеуп, слэмданк, я пасти дал, кидай, ты проебал, банзай, устал, пропустил удар, ты сдал, я Карим, жақсы түсірілген, Кука, красавчик. уступил финал пац. Бірақ мағынасын түсініп отқан жоқпын вообще әлі. Арабша жазулар. Так, Люха, Алдик дегенім, және бір какой-то жігіт. Так, алып батыр банағы жігітті. Басында... О, Кики. Кики, не ғой, олардың жаңа, типа, несі. Барған жоқпын бірақ, бір етті әлі. Бару керек, көру керек. Тәтті мәкен, Кикиді. Кики ма, ұмытып қалдым. Рекламадан көрдім. Бана жігіт қоды. Все тұрған. Так, мұнда еще тағы бір жігіт бар. Короче, Travel тақ дейтін. Шын айтсам, кім екен білмеймін. Білсеңіздер комментарий жазып кетіңдер. Сонымен фитовать еткен. Сол керек. Так, қызға айналдыр жүт бана жігітті. Бір бана чиновникке шақырт. Анимация. Базар жоқ. Жақшы салған. Жапондық стильдері салынған. Реклама. Кикис. Бәсе білмедім я. Кикистікі. Кики жазылып тұр әне. Кикис деп. Өздерінің продукциясы. Ередік. Қалай өтіп саған қарандар. Так, арабша жазулар. Тым түсінбедім айтсам. Ну, былай шамалы кішкен түсіндім. Короче, комментарий жазып кетіңдер, мағынасын білсеңіздер. MVP, я. Directed by Кука. Жоқ, Кука база жоқ түсіреді негізі. Келесөленің снипеті мәкен? Айналама қарасам мен толғанам. Адамдардың барлығы өз қалпыда. Кем нәрсені өзім ғана мол қылам. Біреуге сеніп қайтемін мен бұл ғаламда. В общем, осымен біткен сияқты клип. В общем, достар, айтқанымдай описанияда, комментарийда бұл клипті мағынасын жазып кетті. Өйткені мен мағынасын шамалы түсіндім үшін айтсам, бәлкім бірнеше рет қарау керек шығар, оны түсіну үшін мен просто бірінші реакция болғасын көп нәрселерді байқамай қалдым. Күтем комментарияда, разбор жасағандар болса, комментарий жазып кетіңдер. Ал осымен онда достар, мен аяқтаймын. Маған клип ұнады. Алдағы уақытта тағы да Ирина Кайраттың клиптер шығарса, реакция түсіруге тырысатын болам. Бір жаман достар, бұндай видеоларда монетизация қосылмайды, яғни авторский право бұзатын бар деп ойлаймын Ирина Кайраттың музыкалары, бірақ ішетпес, маған өзіме қызық болғасын түсіріп жатырмын. Және сіздерге де қызықты болса, вообще керемет болар еді. Давайте достар, сіздерге нұрлан қалам, давайте кездескенше сау болыңыздар.